Сәлем достар, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода сіздерге PicsArt арқылы биркаларды, әртүрлі биркаларды қалай жасаймыз, сол жайында көрсеткім келіп жатыр. Ең бастысы, бізге қазір A4 форматта біздің шаблонымызды енгізіп аламыз. Мынандай реклама шығып кетсе, X-ті басасыздар, болды. Менде программа бесплатная, платная версиясы болмаған. Енді қазір бізге астында стикерін таңдап алу керек, өйткені біз қазір бірінші эскизін сызамыз. Бұл жерде эскизін де көрсетемін, және де шаблонымыз қалай болып шықты, сол жайында да көрсететін боламын. Міне қараңыздар, қазір стикерға кіріп, фон, квадрат деп жазасыздар, немесе квадрат, жаңағы черный деп жазасыздар. Міне, черный квадратты таңдап аламыз, осындай. Соның размерін келтіріп, үлкен бирканы керек болса, үлкен бирка қыласыздар. Міне, примерно размерін былай жасаймын. Одан кейін копия істеп, барлық шеттеріне қойып шығатын боламын. Міне, кішкене кішірек деу, чтобы біздің биркамыз жаңағы, мысалы, коробочкаларға да келетіндей, тағы да не бар, бомбонеркаға да келетіндей, міне осылай эскизін сызып болғаннан кейін қатарынан 3, астынан 4 болады. Сонда получается 1, 2, 3, 9, 12 штук болады екен бізде. Енді қазір міне копия жасап болғаннан кейін, барлық шетке қойып болғаннан кейін обязательно сохраняем. Эскизді осылай сызсаңыздар болады өзіңіздеріңізге. Ең оңай эскиздар ғой, мысалы круглый эскизді де дәл осылай жаңағы фон круглый деп жазсаңыз, осындай фон шығу керек сізде. Осы жолы мен квадратты көрсетіп жатырмын. Енді қараңыздар, осы жерге бізге суретті қою керек. Суретті фонды қай жерден жүктейсіздер? Pinterest'тан жүктейсіздер ма? Онда артқы жағы белый фон болу керек. Фон жүктейтін болсаңыз Pinterest'тан. Өзіміздің сызған, өзіміздің жасаған эскизімізға енді біз қазір қайтан стикерға кіріп, өзімізге фонды жүктейміз. Фонды сіздер жаңағы осы стикерден алсаңыз болады, немесе жаңағы Pinterest программасынан жүктеп алсаңыз болады. Мен PicsArt'тың ішіндегі стикерға кіріп, өзім джунгли деп жаздым. Стикерға енді бір қазір фонды таңдап аламын. Мысалы, осындайды таңдаймын. Міне, қазір размерін келтіремін. Келтіріп болғаннан кейін копия жасап, барлық шеттеріне қойып шығасыздар. Міне. Осы жерге мысалы Алтайыр 1 жаз, 2 жаз, 40-нан шығару деп ортасына жазып шықсаңыздар болады бирка ретінде. Немесе осының ішіне жаңағы Симбаның суретін де салсаңыз болады. Оны жаңағы көріп тұрсыздар ғой, стикердің ішінде Симба деп жазсаңыздар, также Симба деп шығады. Соны мына жерге қойып шығасыздар. Қазір көрсететін боламын. Міне мен уже жаңағы лепестоктардың бәрін қойып шықтым. Енді стикерға джунгли деп алып тастаймын да, оны Симба деп жазамын. Міне бір Симба шықты. Сол Симбаны аламыз да, осылай қойып шығасыздар. Өте түсінікті деп ойлаймын. Міне осылай қоя саласыз, копия жасап, барлық шеттерге қойып шығасыздар. Симбаға корона кигізіңіз келсе, төбесіне с короной, то жаңағы стикерға басып, корона деп жазасыз. Дәл солай шаблондарды қалай қойдық, дәл солай қойып шығасыз коронаның басына. Осылай жазасыз. Мысалы, коронаның біреуін таңдап аласыз. Коронасы бар стикерлер тұр, мына жерде көріп тұрсыздар ғой, оларды таңдамаңыздар. Олар платный версиясында. Ал қазір мен коронасыз жай ғана символарымды қойып шығып жатырмын. Міне копия жасап, барлығын қойып шықтым. Енді төбесіне стрелочкаға басып, өзіңізге жүктеп аласыз. Енді қазір басқа шаблонды көрсетейін сіздерге жасалу жолын. Примерно түсінікті болу үшін, жаңағы айттым ғой, осылай төртбұрышты ғана емес, сіздер круглый форматта шаблондарды өздеріңіз де жасай аласыздар. Егер де осы видеоны мұқият қарасаңыздар, сіздерге барлығы түсінікті болады. Міне жаңағы айтқандай, шаблон жасаған кезде осындай форматты сақтап алдыңыздар өздеріңізге. Енді қараңыздар, жаңағыдай стикерға Мишка деп жаздым. Мишканы да дәл солай қойып шыға аласыздар. Астына мысалы жаңағы 40-нан шығару, мысалы баламызға 1 жас деп өздеріңіздің қалаған сөздеріңізді жазсаңыз болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлығын копия жасап қойып шықтым, төбесіндегі стрелочкаға басып, өзіме жүктеп алдым. Енді қазір цветы рамка деп жазамыз да, көрдіңіз бе, осындай өзіміздің жаңа жасаған шаблонымызға цветы рамка деп жазып шығасыздар. Осындай биркаларды спасибо за заказ, жаңа қыз ұзату деп жазсаңыздар болады осы биркаларға. Міне қазір барлығын қойып шықтым. Дәл осылай жаңағы айтқандай сіздер де жасай аласыздар. Менің каналым пайдалы болса, подписаться етуді ұмытпаңыздар, өйткені алда көптеген жаңадан шаблондар шығып тұрады. Қазір шаблонға
шаблонымды таңдап алып, сол жерге жазуды қалай жазамыз, мен қалай жазамын, соны көрсетіп жатырмын. PicsArt программасында текст дегенге басамын да, мысалы Али бір жаз. Шрифттарды таңдаймыз. Шрифтті таңдағанда коронасы бар шрифтті таңдамаңыздар. Егер де коронасы бар шрифтті таңдасаңыз, онда сіздің шаблоныңыз дұрыс сақталмайды. Енді қараңыздар, қазір мен всегда Garamond шрифтімен жұмыс жасаймын, но осы жолы осындай шрифтті пайдаланып жатырмын. Скрин жасап алсаңыздар болады, бұл менде бесплатный екен. Міне осыны осылай қойып шығамын. Сіздер де жасай аласыздар осындай шаблондарды. Менде сразу айтып қойын, менде бесплатная версия PicsArt, ешқандай взлом версия, ондайларды жүктеп алған жоқпын. Міне градиентті если выберете, то екі түс ойнап тұрады, өте әдемі көрініп тұрады. Енді копия жасап барлық шеттеріне қойып шығасыздар осылай жазуды. Ал қазір жазуымызды жазып болғаннан кейін мен осы шаблонды распечаткаға жіберіп сіздерге көрсететін боламын осы шаблонды қалай болып шыққанын. Мен видеомды қарағандарыңызға рахмет. Екінші видеоны қараңыздар.